Қысқа қайырып, күшті айтылған ойлар өмірді жақсартуға көп септігін тигізеді. Терең ойлар өзін ештеңемен суырып ала алмайтындай етіп, ақылға сіңірілген мықшеге. Сөз ғасырдың, ал ой ғасырлардың еншісі. Даналықты оқып үйрену біздің мейірімізді биіктетіп, күшті де кең пейіл ете түседі. Жақсы ойлар басқаларды да жақсы ойлар ойлауға еріксіз мәжбүр етеді. Біздегі мыңдаған жылдар бойы миллиардтаған адамдардың ішінен суырылып шыққан аса ұлы ойшылдар ақыл ойының жемістері бар, және сол ұлы адамдар ақыл ойының бұл жемістері уақыттың өткелігінен өтіп, елегімен екшелген. Орташаларының бәрі қалып кілең бір тума, терең мағыналы, қажеттілері ғана сақталған. Соншалықты өзгермейтін, адамға соншалық тәнде табиғи, біздің жан дүниемізге соншалық терең ұялаған ойлар бар. Өйткені ол ойлар қай ел, қай заман адамдарына болса да бірдей түсінікті және етене жақын. Қысқа бейнелі, сөз тізбегі қалай түсіндің, солай есте қалып қояды. Ұранға айналады. Көп сөзден тұратын пайымдаулар ешқашанда олай болмайды. Барша жұрт қабылдап айтып жүретін қып-қысқа нақыл сөздер мен мақалдар болады. Егер барлық адамға ақиқат болып көрінбесе, ондай нақыл сөздер ғасырдан ғасырға жетпес еді. Ұлы ойларға уақыт ештеңе де істей алмайды. Олар қазір де көптеген ғасырлар бұрын авторларының ақылында тұңғыш рет туған сонау бір кездегідей жап-жаңа. Қуаты мол, тапқырлыққа толы тамаша нақылдар ешқашан ұмытылмайды. Олар ғасырлар бойы есте сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырады. Адамдарда баяғыдан келе жатқан кемеңгерлік тамаша нақыл сөздер бар. Біз солардан үйренуіміз керек. Үзінділер, термесөз тізбектері оттық шыны тәрізді. Жазушылардың шығармаларында шашырып жатқан ақыл мен білім сәулелерін жинап, оларды күшпен, қағілез сезімталдықпен оқырмандардың санасына шоғырландырады. Адамгершілік жайындағы нақылдар адам өміріндегі міндет парыздарды, тұрмыс тіршілік даналығын, рухани саладағы берік негіздерді тұжырымды түрде анықтайды. Адамдардың қызметі мен танымындағы басты қағидаларды тұрақтандыратын көзқарастарды қалыптастырады. Құстың қапелімде жерге түсіп алған жалғыз дәнінен кейде уақыт өте келе тұтас бір орман, жаңа бір туынды өсіп шығады. Кемеңгерлердің нұрлы ойларымен танысу тамаша ой жаттығуы болып табылады. Ол ақылды құнарландырып, ойды сындарлы етеді. Қай жастағы адамның болса да, мұндай танысуды өзі үшін қажетсіз деп тауып немесе өзін ол үшін тым кәрімін деп мойындауы мүмкін бе? Қысқа тұжырымдалған ойлардың жақсылығы сол, олар салауатты оқырманның өзін ойлануға мәжбүр етеді. Халық даналығы әдетте нақылмен айтылады. Халыққа нақылмен ойлау тән. Мен мақалдардың өте көп өнеге алдым. Басқаша айтқанда, нақыл сөздермен ой толғап үйрендім. Жастардың менің өзгенің ақылымен өмір сүргім келмейді, мен өзім ойлап аламын дегенін жиі естиміз. Ойлап қойылғанды ойлап жатудың саған керегі не? Дайынды алды, ілгері қарай тарт. Адамзаттың күші осында. Нақыл кітаптары ақылдың дербес қызметін басып жаныштамайтыны былай тұрсын, қайта оған пайда қылады. Күн сайын ең болмаса бір ән тыңдап, жақсы картина көріп және егер мүмкін болса, қандай да бір дана нақыл сөз оқып отырған жөн. Кемеңгер адам әрқашанда ұлы адамдар сынақтан өткізген жолдарды таңдап алып, ең тамашаларына еліктеуге тиіс. Сонда ол әлгі кісілердің ұлылығына жетіспегенмен, оның кейбір ұшқынын болса да бойына дарытады.